Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін сіздермен бірге iHerb сайтымен танысатын боламыз. Егер сізде iPhone болса, App Store-ға iHerb деп, ал Android болса, Play Market-ке iHerb деп жазамыз. Мына жерде менде обновление деп тұр, бірақ менде приложение болғандықтан соған кіре беремін. iHerb-ға кіреміз. Мына жерде төменде главный страницаға өтіп, жоғарындағы мына обновление қараймыз. Бұл четверг сайын түнгі 12:00-де Алматы сағаты бойынша ауысып тұрады. Бұл жерде барлық скидка, акция бәрі тұрады. Осы жерден қарап отырсаңыздар болады. Одан кейін бізге рекомендация беретін өнімдердің түрлері. Жақсы, бұл жер бұрын сатып алған өнімдеріміз бұл жерде. Мына жерде супер цена, бана неше түрлі скидка жеңілдіктермен тұрған заттардың бәрі осы жерде тұрады. Кіріп қарасаңыздар болады. Одан кейін бүгінгі таңда трендтегі заттар әлем бойынша, Қазақстан бойынша барлығын қарап шықсаңыздар болады. Одан кейін мына жерде Қазақстан бойынша заказ берілетін, қазір беріп жатқан товарлар. Одан кейін әлемдік бойынша. Келесі бізде новое поступление. Бұл сайтта бұрын болмаған заттар, немесе наличие шығып жатқан заттарды осы жерге шығарып қояды. Одан кейін мой список, бұл бана төлей алмай қалған кезде немесе кейін алам деп қойған заттарды осы жерде тұрады. Қарап шықсаңыздар болады. Одан кейін бұл жерде неше түрлі стадия, бана пайдасы әртүрлі жақсы түсіндіреді. Короче, осы жерден қарап шықсаңыздар болады ғой, барлығын. Келесі бізде поиск батырмасы. Бұл жерге өзімізге керекті витаминнің атын жазып тауып алуымызға болады, немесе брендтің атын. Бұл жерде каталогқа бөліп қойған, категория бойынша әртүрлі заттарға байланысты. Мен көбіне йод іздейтін болсам, бірінші болып тұрады. Осылай әр брендтен әртүрлі қарауға болады. Йод көбіне в наличии болмайды. Егер сізге товар түскен сайтқа шыққанда керек болса, уведомление қойып қойсаңыз болады. Мына жүрекшені басқанда мой спискқа, жаңа спискімізға түседі. Келесі бізде корзина бөлімі. Бұл жерде біздің алатын заттарымызды осы жерге қойып қоямыз. Айтпақшы айта кететін, егер заттарыңыз 20 мыңға жетпесе, доставка платный болып табылады. Мына жерде тұр, мынанша ақша жетпейді, доставкаға осындай төлейсің деп тұр. Плюс налог бар, НДС 12% алып жатқан товарларыңызға, немесе общий суммадан 12%. Әзірге осы. Келесі уақытта тіркелу, адрес толтыру барлығын бірге көреміз. Сабақ ұнаған болса лайк басып тіркеліп қояйық қыздар.